Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз сіздерге 2004 жылы жарық көрген француздардың керемет боевик киносы 13-ші район атты фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Айтпақшы, құрметті досым, біздің енді ғана ашылып тай-тай басып келе жатқан каналға сенің қолдауың ауадай қажет. Жай ғана каналға тіркеліп, лайк басқаның біз үшін үлкен шабыт. Олай болса көп созбай біз бастаймыз. 2010 жылы әлеуметтік мәселелер, күш көрсету, есірткі істері және де қылмыстық топтары Франция астанасы Парижде белең алды. Әсіресе бұл қиыншылықтарды кедей ауданда тұратын геттодағылар өте көп көрді. Геттода 2 миллионнан астам адам тұратын еді. Үкіметтегілерге осы ауданды басқаруда үлкен қиындықтарға кездесті. Сондықтан да үлкен қамалдар салып, сол аудан тұрғындарын сыртқа да ішке де кіргізбей бір орында тұрғызды. Арада 3 жыл өткен соң бұл жақта әрбір кварталды басқаратын бай мафиялар қарады. Олар тұрғындарға тиісетін және де есірткі сату арқылы оларды өздеріне тәуелді қылатын. Басқа бір кварталда Лиото есімді кварталға қарайтын негізгі мақсаты есірткімен күресіп, талай бай мафиялардың алдын кесетін. Ал көрші кварталда бай мафия Тахи бен Махмуд есірткі сату арқылы байи беретін. Бірде ол өзінің ең мықты К2 деген баскеселерін Лиотоға арнайы жібереді. Сөйтсе Лиотода 20 келілік кокаин бар екен. Кварталдың күзетшісін оп-оңай жер жастандырған К2 кварталға басып кіреді. К2-нің адамдары оқ атады. Осыны естіген Лиото кокаинді ваннаға салып, оны су құю арқылы құртпақшы. Оның ойы да жүзеге асты. К2 оның үйіне келіп сығалағанда, ол есікте теуіп шығып, өзінің шапшандығының арқасында 2-3 сарбазын құлатып, паркурлық әдістерінің арқасында бандиттерден оп-оңай құтылып кетеді. К2 ваннада құртылған кокаинді көріп ашуланады. Енді оны өзінің бастығы Махмудқа жеткізеді. Махмуд болған жағдайды өте қатты қабылдайды. Не дегенмен жаңағы кокаиннің құны 1 миллион еуро тұрады екен. Ол К-мен оның жасағына ұрса келе, бәрін атуды жөн көреді. Бәрін шетінен бастап атып жатып. Кезек К-ға келгенде К Лиотоның кіші қарындасы Лоны алып келейік. Сосын Лиотоға кіші қарындасы үшін миллион әкелгізіп өте мақалайық дейді. Бұл ойы Махмудқа ұнап, К-ға қызды алып келуге жұмсайды. К супермаркетте Лоны тауып өздерімен бірге ала кетеді. К Лоны Махмудқа келеді. Ойламаған жерден Лиото Махмудтың кабинетіне кіріп келіп оған шарт қояды. Біріншіден, баскеселерін жарты километрге дейін базадан алыстасын. Екіншіден, қарындасын босатсын. Махмуд амалсыздан келседі. Махмудтың мойнына пышақ тығып, соны кепіл ретінде базадан шығып кетеді. Махмудты қамал сыртындағы милиция учаскесіне әкеледі. Шериф Махмудты дәлел айғақтар болса да тұтқындай ала алмайтындығын айтады. Өйткені Махмудтың адамдары шерифтің әскерінің күшінен 3 есе басым. Шериф Лиотоға Махмудқа арнаған тергеуді бастаймыз деп алдап, оның тапаншасын алған соң Лиотоның өзін тұтқындап, Махмудқа Ло мен есірткіні алып жібере салады. Сол жерде шериф Махмуд кеткеннен кейін Лиотодан кешірім сұрайды. Өйткені 6 айдан кейін дәл осы бандиттер шоғырланған 13-ші районға үлкен бомба тасталып, осы 13-ші районның күлі көкке ұшады екен. Оның үстіне шерифтің демалысқа кетуіне 15-ақ күн қалған екен. Сондықтан да демалысқа кетпестің алдында бәрінің тыныш болғанын қалайтындығын айтады. Бірақ та Лиото кешірмей тұрған жерде шерифтің басын решеткаға тығып өлтіреді. 6 ай өтеді. Париждегі ең бай адамдар казиноға жиналады. Қылмыс тобының басшысы Карлос өз адамдардың арасында полицияға қызмет ететін сатқындар бар деген сыбысты естиді. Клубтың орналасқан жерін, лас істерін, ақпараттарын полиция қолына берген екен. Карлос өзінің онша сене бермейтін серіктесі Педроны сөзге келместен ақ өлтіреді. Бірақ та оның серіктесі Бенито өзінің шын аты Дамиан Томаса екендігін мойындайды және де өзін француз полициясының капитаны екендігін айтады. Өзін толықтай таныстыра салысымен Карлостың тамағына қару кезеніп, Карлосты қорғайтын жасаққа кабинеттен шығуға бұйырады. Амалсыздан жасақ Дамианның айтқанын істейді. Одан соң Дамиан Карлосты талдырып, арқанға байлап, арнайы жасаққа тапсырады. Бірақ та операция кезінде мәселелерге тап болады.
Ол төбеден шығуға үлгермей қалып, амалсыздан баскесерлерінің арасынан өтіп құтылуды жөн санайды. Оның қабілетті еңбегінің арқасында ол ешқандай жарақат алмастан казинодан шығады. Карлос Дамианға сенен бұндайды күткен жоқпын. Мен сені өзімнің бауырым деп санадым ғой дейді. Оған жауап ретінде Карлостың сүйікті машинасына оқ жаудырады. Тапсырмадан кейін полковник Дамианды өзіне шақырып, қорғаныс министрі Крюгерді таныстырып, жаңа тапсырманы айтады. Сөйтсе Махмудтың адамдары өте қауіпті бомбаны ұрлаған екен, және бұл бомба өзі-ақ кез келген уақытта қосылып жарылып кетеді. Тағы бір мәлімет бойынша ол 1 сағат бұрын іске қосылған екен. Дамиан әрқашанда тапсырмаларға дайындықпен баратын, ал бұл жолы уақыт аз. Оның үстіне бұл бандиттер бар жерге ешқашан бармаған, жолын да білмейді. Ал министр сенің жанында жолдасың болады. Ол Геттоны 5 саусағындай біледі дейді. Дамиан ақыры келіседі, және де оны Лиотоның қасына орналастырады. Дамиан өзін Махмудтан кек алғысы келетінін, Махмуд өзінің әкесі мен бауырларын атып кеткен деп жалған сөйлейді. Бірақ та Лиотоға бәрібір. Лиотомен жақын болу үшін Лиотоның қарындасы Лолоға есірткі беріп, оны қуыршақ жезөкшеге айналыпты деген әңгіме айтады. Дамиан күзетшіні есіктен теуіп Лиотоға көмектеседі. Бірақ та Лиото да ақымақ емес еді. Лиото Дамианның полиция өкілі екенін бірден біліп, оған кісен тағып сенбейтінін айтады. Бірақ та қарындасын құтқару үшін ол амалсыздан Дамианмен бірге жұмыс істеуге келіседі. Екеуі бірге 13-ші районға келіп жетеді. К2 өз бастығы Махмудқа Лиотоның түрмеден қашып шықты деген хабарын жеткізеді. Дамиан өзінің шеберлігінің арқасында Лиотоны кісендеп тастайды. Екеуі жанжалдасып қалады. Өйткені екеуінің мақсаты екі бөлек. Бірі зданияның төбесіне шығып, бомбаны залалсыздандыру болса, екіншінікі қарындасын құтқару. Бірақ та олардың ортақ тұстары да бар еді. Ол тұсы адамдарға зиян тигізбей, оларды қорғау. Дамиан Лиотоға қырып жоятын қару барын, және де ол жарылса, бүкіл 13-ші райондағылар жер бетінен жойылып кететіндігін айтады. Және де Дамиан Махмудтың бөлмесіне білдіртпей кіру жоспарын айтады. Лиото көмектесетінін айтып, Дамианнан телефон сұрайды. Телефонын ала салысымен Махмудқа қоңырау шалып, қырып жоятын қаруды айтып келісуге шақырады. Ал бұл Дамианға жақпай қалады. Лиото Дамианға бұл жақты білмейсің, бәрбір қолынан ештеңе келмейді, маған сен деп көндіреді. Дамиан ақыры келіседі. Екеуі өз еріктерімен Махмудтың баскесерлеріне барады. Дамиан Махмудқа 1 сағаттан кейін барлық 13-ші район жер бетінен жоқ болады деп айтқанымен, бұл нәрселер Махмудты қорқытпайды. Махмуд сол жерде аукцион жасап, бомбаның бағасын 20 миллион еуроға дейін сатып алды. 20 миллион еуроға дейін көтеріп, сосын барып сатып алды дейді. Және де өзінің Багам аралындағы офшорлық ақша аударым жасайтын шотында айтады. Дамиан өз кезегінде ақшаны аударым арқылы жасайтынын, және де бомбаны көруіміз қажет деп телескоппен қарап орнын анықтайды. Сөйтсе аудандағы ең биік ғимаратқа қойып, дәл Эйфел мұнарасын атып түсіре алатындай қылып, Париж билігіне қоқан-лоққы жасау екен, және де ракетаға байланған Лолоны да көреді. Дамиан Крюгке қоңырау шалып Махмудтың талабын жеткізеді, және де офшорлық шотында айтады. Алайда министр ондай ақша жоқ, бере алмаймын деп трубканы қоя салады. Дамиан өтірік айтып ақшаны аудардық дейді. Ал бұған Махмуд сенбей, оны өздерінің базасында күтіңдер деп шығарып салады. Үкіметтен көмек болмайтынын біліп, олар туннел арқылы қашпақшы. Арада аз уақыт өтісімен Махмудтың банктік шотын бұғаттап тастаған екен. Бұған бір баскесері Махмудқа қалай бізге енді ақша төлейсің деп сұрақ қояды. Оны тұрған жерінде атуға талпынса да, тапаншасында оқ жоқ екен. Ол баскесерлеріне сейіптен беремін десе де, бастығын атып тастайды. Енді бастық К болды. Ол бірден Лиотомен одақтасуға барады. Оны бомба тұрған зданияға кіруіне мүмкіндік жасайды. Сол жерде дәу алпамсаны жеңіп, бомба мен Лоны табады. Дамиан министрден бомбаны залалсыздандыратын кодты сұрайды. Ал министр айтады. Бірақ та код дәл осы ғимараттың мекен-жайы екен. Осыған күдіктенген Лиото Дамианға кодты енгізбе деп ақыл айтады. Ал Дамиан бұған келіспей, арада дау шығып, екеуі төбелесе кетеді. Дамиан Лиотоны құлатып, соңғы сан тере берген кезде іске Ло араласып, оны құлатып іске кедергі болады. Сөйтсе соңғы секундта бомба жарылмай қалады. Лиотоның айтқаны дұрыс болып шығады. Екеуі қорғаныс министрлігіне келіп, Крюгке өз жоспарларын айтуға мәжбүрлейді. Ал министр бар жоспарын жайып салады. Ол 13-ші районды жойып жіберу екен.
Бұны шатырдан Дамианның адамдары камераға түсіріп алып, барлық телевизияларда көрсетіп масқарасы шығарады. Осы істер халықтың арасында үлкен наразылық тудырады. Осының арқасында енді 13-ші районда инфрақұрылым жасалып, мектептер ашылады. Және де жағдайын толыққанды жасалады. Осымен достар, кино аяқталды. Соңына дейін көргеніңіз үшін мың да бір алғыс.